Достар, мен алдыңғы видеода мына алмазға конкурс ұйымдастырған болатынмын, және сол конкурстың жеңімпазы міне экранда көріп отырсыздар. Міне чек барлығын көріп отырсыздар. Ал енді достар, келесі видеода тура осылай мына алмазға ұйымдастырамын. Шарттары осы арнаға тіркелеміз, лайк басам және комментарийға өзіңіздің ID-ңізді жазып кетесіз, және де фид жүйесін ашып кететін боласыздар. Ал біз видеоны бастаймыз. Достар, тағы да айтып кететін бір жайт, менің каналымда 81% адам без подписка көреді. Және достар, ол почти бүкіл десем болады, 20% қана подпискамен көреді. Және де достар, просто анама тіркеліп кетіңіздер, все. Мені көресіздер, менің видеома лайк басасыздар, және де соның өзіне маған үлкен мотивация, достар. Мені ойлаңыздар, 81% без подписка көреді. What the fuck? Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Еркошбергі, және де достар, бүгін біз осы жақында ғана шыққан Калахари картасында Джокер дейтін баламен, Мерси гильдиясының баласымен топ-айдын алып тырысып көретін боламыз. Топ-айдын алып тырысып көреміз дегенде, енді бұл классикті көбінесе боттар кездеседі. Енді жаңадан шыққан карта деп, бұяқта да кішкене нормальный игроктар шықса өте жақсы болар еді. Ал енді достар, енді осы видеоны көріп до конца қарап, лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Ал мінекей достар, біздің Калахари картамыздағы ойынымыз басталды. Калахари картасы өте керемет, пейзаж кәдімгі жесткий, өте керемет карта екен. Достар, бұл карта полный ашылды, прям полный үлкен бұл. Енді рейтингке қосылса вообще дерзко кетеді. Рейтингке қосылса чистилище Бермуды және осы Калахари барлығымен өсақ вообще четко кетеді. Және достар, бүгін біздер осымен вообще түспеген шеті кладбище Мамонтов деген точкаға түсетін боламыз. Негізі достар, қарасаңыз, айтак бір үлкен сүйек ба, бірдеме тұрған сияқты. Мамонттар деген енді бұлындай шылы үлкен болмаған, енді бірақ білмеймін, енді бұндай не үшін сүйек қойып қойғанын, енді бұяқтың тематикасын түсінбедім. Но достар, мына жақта енді Калахарде просто ойнап көріңіздер, өте жесткий, әдемі, кәдімгі дерзкий карта. Бірақ классик болған жаман болды, адамдар сразу өліп қалады, ондай қызық та болмайды. Ал енді достар, мен енді осы ұлтат етіп жүрген барлықтан сіздерге көрсеткен некрасиво болады, енді кішкене перематывать етіп жібереміз. Так, достар, мен на вышкаға көтеріліп баратырмын. Так, ар жақтан бір адам атып жатыр, және мен кішкене тығылып тұрайын, кішкене алпасын сияқты. Так, анан бот па, білмеймін кәді. Мен де алпыс, және де достар, біздер все, оны унижать етіп садық. Ой, унижать еттім, уничтожать етіп садық. Епті сөзім, қайтыс кеттім. Так, мінекі достар, жаңа Калахари картасында алғашқы келу өте керемет. Әлі достар, мен яқта өзіме скарды алып алайын, М60 орнына скар кішкене жақсырақ деп ойлаймын өзім, бірақ М60 оттяжка өте жесткий керемет оружие. Так, келесі қарсыластар көріп қалдым, неке біреуін жатқызым. Так, ар жақта біреу кетіп баратыр, епті, не істеп отырмын мен, так, енді атып жүреміз. Блин, қыпысыз оттяжка беріп төлгеме алдық. Енді сразу добить етіп тастаймыз. Достар, бізде уже 2 килл, мынаны добить етіп тастаймыз, перезарядка. Так, все, Джокер екеуміз добить етіп тастаймыз. Джокерге аптечка берін, аптечка сұрап отыр мен. Қыпысыз алықты да осып кішкене емде жүреді деген енді. Так, мына бізде өте көп автоматтың патрондардың оқтары, маған олар керек емес. Маған 239 оқтың өзі кәдімді жетті. Достар, осы жерде біздер өзіміз Джокер екеуміз бір адам жатқызып кеттік. Так, ар жақтан машина келатыр, достар. Машина келатыр, енді достар, біздер тез ашып укрытиеға тығылып қалу керек. Ана машина біз қақып кетпес бұрын. Так, все, біз тығылып үлгер деген адам ату керек. Так, 15 урон тиді. Енді достар, давид машинасын сындырып тастау керек. Так, все, машинасы жарылды, енді ол машинадан шығу керек обязательно. Так, шықты, и және достар, біз оттяжканы басына просто киге жетеміз. Достар, мына жақта адамдар өздерімізді қырылып отыр, қараңыздар картада қанша адам жүргенін. Так, все, достар, біреуін жатқыздық біз. Енді достар, аяқтан біреумен не істеп жатыр екен, осы жерге толқып қалайын, кішкене осының хпмды толтырып. Так, 175 хп, ана жақтан не болып отыр өзі, қызы, біздің бір тимейтіміз, киллер дейтін тимейтіміз афк алып қалды, және на Sega 2007-ді давид етіп садық. 2007 жылғы бір очка екен, жарайды, енді Sega безабит. Бот шығар мүмкін, ел қызы, машинаға мінемізді, енді ана тез өтіп кетеміз, ой, Джокер тесімен тауық ұйыпты. Так, все, мінді. Енді достар, оқты нақта бір бот тұр, енді Джокерге тұттырмаған демет, все, боттағымызды ұшырып жөртеміз. Опа, тағы да атыстар кетіп отыр. Бұл шетте енді бізде кім екен? Біздің жертвамыз, следующий жертвамыз қаяқта екен? Все, әне асыда жүр. Так, бұған енді оттяжка ермадық. Котай дейма, сонда негімен жүрген бір түрлі адам екен негізі. Так, мына бот менен қашанға шейін қашады екен енді. Так. Катанамен бір сойып қаламыз. Все, ботты өлтіріп тастадық деп мәз болса. Білін, негізі Free Fire'да боттар кішкене қиындатса жақсы болар еді, кішкене логикалы осы боларға дегенде. Тупит етіп қасында М14 пен тегіз алмай тұрады, сол жаман ерім еді. Даже новичоктердің бұл вообще слишком мизинелерді боттарды, прям қасына барып тұрсам да
Дүзу оқ саған тигізе алмайды, бәрі айдалға ұшады, бәрі оқтары. Не жаңағына менен бұрылып атсайдың шетінен менен тіп түзу қашып баратыр, қашып баратыр, вообще горит. Негізі разработчиктері боттарды дұрыс обработать етпеген. Так, мына жақта чоз атыс кетіп жатыр. Так, ана жақта Джокер, короче, біреулермен қырылып жатыр. Джокер міне, мен саған біреуін оттяжка кигіземіз, және де моментально давить етпейміз. Так, арақтан бір силуэт шығып тұр, мен саған все. Сразу басына екі оқты моментально кигізіп жібердік. Все, достар, изи өлтіріп тастадық. Енді достар, өзі 6 адам тірі қалды, соның екеуі біз, значит, біздің қарсыласымыз 4 адам. Так, мына жақта бір адам келе жатыр. Так, осы адамға басына сразу оттяжкасын кигізіп жабыстырып өтеміз. Енді сразу давить етіп тастаймыз. Так, өйіпті. Сразу басына давить етіп тастаймын. Міне, достар, өйстіп. Так, все, енді достар, картада енді 3 адам тірі қалды. Бізден басқалар, бізден басқа 3 адамды қазір біздер өлтіріп тастаймыз. Және де смело топ-1 аламыз деген ойдамын. Топ-1 ол жақсы. Бірақ классикте ондай жақсы емес. Но достар, бүгін біздер Калахари картасына бірінші рет ойнап тұрмыз. Және бірінші ойынымыз топ-1 болса өте керемет болушы еді. Так, енді жақта біздер тиммейтіміздің артынан бара берейік. Шоза херіне не біле боттар тығылып, так, Джокер біреуін жатқызып тастады. Все, енді біздің жақта ішіміз пысып кеткен, енді классикте. Слэш имизи, так, все, аржақта бір адам байқадым. Маған атып отыр, яппашмайды. Оттяжкасын басына киіп жүрсек, міне кактустың артында, так. Обана, все, оттяжкасын кигіздік. Ал енді достар, прощаниеге кеттік. Ал енді достар, осы видеоны көргендер үшін сіздерге көп рахмет. Арнаға жазып лайк басып комментарий қалдырып кетеміз достар. Енді достар, келесі видеода кездескенше аман сау жүре беріңіздер. Конкурсқа қатысыңыздар, арнама тіркеліңіздер, в общем, сол көз атысып тастаңыздар. Все, давайте.